Сәлеметсіздер ме? Мен Жамбыл облысы Қордай ауданы Қордай ауылының балалар мен жасөспірімдер орталығының шәкірті Тұрғанбай Нұрай. Қарға мен түлкі Абай Құнанбаев, Иван Крыловтан. Жұрт біледі, күледі, сұрқия тілдің жаманын, қошеметшілердің амалын, сонда да солар қайда жоқ. Ептеп айтса ересің, артынан өкінсең де пайда жоқ. Ірімшікті Құдайым кез қылды бір күн қарғаға. Алып ұшып барды да, қонды биік ағашқа, үлкен олжа емес пе, ірімшік деген қарнашқа. Бір жеп алып шүкірлік, қылайын деп Аллаға, тұмсығында ірімшік, ойланып қарап тұр еді. Бір қу түлкі сорына, жақын жерде жүреді, іштей сақтап қулығын, ептеп барып барлайды, бұлғақтатып құйрығын, қарғаның көзін алдайды. Тәтті тілмен, тәтті үнмен сөйлесуге айналды. Қарағым, неткен сұлу ең, деп таңырқап таңданды. Неткен мойын, неткен көз, осыдан артық дейсің бе, ертегі қылып айтқан сөз. Қалайша біткен япырмай, мұрныңыз бен жүніңіз, періштенің үніндей, деп ойлаймын үніңіз. Осы көрікпен бұл жүнмен, әншілігің белгілі, ұялмай қалқан бір сайра, бізде алалық үлгіні, құс төресі біздерге, сіз боларсыз бір күні. Бас айналды қарғаның, сұмның айтқан сөзіне, қуанғаннан бөртініп, бір мастық кірді өзіне. Өзіне біткен өңешең, аямастан қарқ етті, ірімшік жерге салп етті. Іс бітті, қу кетті. Назарларыңызға рахмет.